Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Баршаңызды келе жатқан ұстаздар күнімен шын жүрегімнен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп кезінде ұлы Абай атамыз бекер айтпаған. Өйткені шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, адамгершілік пен парасаттылық, отансүйгіштік пен ізгілік, еңбекқорлық пен мейірім сияқты осындай адами қасиеттерді балалардың бойына сіңіріп, тәлім тәрбие берген ол біздің ұстаздар. Қашанда ұстаз ол ұлағатты есім. Ұстаздың орны да мәртебесі бөлек. Өйткені ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу көңілдің күн шуағы, ұстаз болу адамның асылдығы деп біздің асыл, аяулы, ардақты ұстаздарымызды келе жатқан кәсіби мейраммен құттықтай отырып, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, жұмыстарыңызға шалқар шабыт, еңбектеріңіз жемісті де жеңісті болғай. Мейіріңіз әрқашанда үстем болсын. Добрый день, наши уважаемые учителя, педагоги, преподаватели. Словом, те, кто сеют разумное, доброе, вечное, то есть наши учителя. Разрешите от всего сердца поздравить вас с профессиональным праздником Днем Учителя. Профессия учителя, она дана от Бога, так как не каждый может вложить в ребенка частицу своей любви, частицу своего сердца, как это делаете вы. Поэтому от всего сердца еще раз разрешите поздравить вас. Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, достижения поставленных целей и новых творческих вершин. С праздником, дорогие коллеги! И сейчас от имени наших воспитанников представляем вашему вниманию сюиту из балета Арама Хачатуряна «Гайене».